осыншалық білімге қалай қол жеттіңіз? Өз дәуірінің ең үлкен имамы болғандықтан Нұғман ибн Сәбитті халық иман ағзам деп атап кеткен. Ол ақылды, парасатты, кемел ойдың иесі еді. Терең білімі мен тақуалығы жан дүниесін байытып, айналасына сәуле шашқан шамшырақтай болатын. Жан-жақтан шәкірттері ағылып келіп, ұлы ғалымнан сабақ алуға тырысатын. Атағы мен абыройы мұсылман елдердің бәріне тарап, сол кезеңнен үлкен ғалымдары да оның білім мойындап жатты. Бір күні халық, осыншалық білімге қалай қол жеттіңіз деп сұрағанда, имам ағзам былай деп жауап берген екен. 4 нәрсе арқылы. Әуелі кездескен қиындылықтарға есекше шыдамдылық танытып, ғалымдардың артынан бір елі қалмай итше үрумен болдым. Мысықтар секілді білім табалдырығының айналасынан шықпадым. Соңғысы, таңға дейін қарғаларша көз ілмедім. Атақты имам жауабында бір жағынан терең білімге қалай қол жеткенін айтса, екінші жағынан өзін осы жануарларға теңеп қарапайымдылығын көрсеткен еді. Иә, білімге қол жеткізу үшін өте маңызды 4 мәселе керек ақ. Сабыр, білімділерге үйірсектік, қарапайымдылық және аз ұйықтау. Балаларымызды білімді де парасатты мол етіп тәрбиелеу үшін жоғарыдағы асыл қасиеттерді олардың мойнына сіңірген абзал.